Сәлем достар, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Кей адамдарға салмақтан арылу үлкен мәселе болса, басқалары салмақ қоса алмай әлек. Бүгінде артық салмақтан арылуға көмектесетін небір мақалалар мен диета түрлері бар. Ал салмақ қосу үшін көп тамақ жеу керек дегеннен басқа мардымды ештеңе айтылмайды. Бірақ қанша тамақ жесе де толмайтын адамдар бар екені анық. Мәселе көп тамақ жеуде емес, қандай тағам жеуіңізде болып тұр. Мұнда ең маңыздысы құнарлы тағамдарды, табиғи өнімдерді көбірек жеу керек. Салмақ қосу үшін де қатаң диетаға отыру керек. Және мұнда аз тамақ жеуден бұрын құнарлы тағамды жиі жеуге негізделеді. Сіздерге салмақ қосу үшін 10 кеңес ұсынамын. Бірінші кеңес: тағамның жалпы құнарлығын күніне 500-ден 1000 калорияға дейін ұлғайтыңыз. Ағзаға қажетті күнделікті калория саны сіздің белсенділігіңізге, өмір салтыңызға, салмағыңыз бен жынысыңызға байланысты. Бірақ күніне қосымша 500 калория аптасына 1 келі қосуға мүмкіндік береді. Екінші кеңес: жиі тамақтаныңыз. Күніне 5-6 рет тамақтануға тырысыңыз. Демек 3 уақыт тағамға қосымша 2-3 тіске басар тағамды қосыңыз. Үшінші: ақуызды қабылдау мөлшерін көбейтіңіз. Диетаңызға ет, теңіз өнімдері, сүт өнімдері және жаңғақ сияқты протеинге бай өнімдерді қосыңыз. Қосымша азық мөлшеріне протеин коктейльдерін қосуға да болады. Және оны тамақтан соң 1,5-2 сағаттан кейін ішіп тұру қажет. Мысалы, тоңазытылған банан, 1 үлкен қасық жер жаңғақ майы, 1 стақан сүт пен бірнеше текше мұзды қосып, калориясы 300-ге тең коктейль дайындауға болады. Сонымен қатар бал қосып дәмін келтіруге де болады. Төртінші: күніне 3-4 рет сүт ішіңіз. Салмақ қосу үшін көмектесетін бірден-бір өнім ол сүт. Әсіресе қаймағы алынбаған сүтті жиі ішіп тұруға тырысыңыз. Бесінші: қажетті өнімдермен қоректеніңіз. Диетаңызға баяу көмірсуларды қосыңыз. Мұндай көмірсулар макаронда, күріш пен нанда бар. Бұл өнімдер сонымен қатар ағзаны қалыпта ұстап, қосымша энергия береді. Бидайдан жасалған нан мен макарон өнімдері, сонымен қатар қоңыр күріш тазартылған дәндерден әлдеқайда пайдалы. Алтыншы кеңес: тағам рационында қанықпаған майлар санының ұлғаюы да салмақ қосуға әсер етеді. Қанықпаған майлар балықта, жаңғақта, авокадо мен зәйтүн майында бар. Жетінші кеңес: салмақты сақтап тұру үшін аптасына қанша калория қажет екенін анықтап алыңыз. Ал салмақ қосу үшін аптасына тағы қосымша 1000 калория тұтынуға тырысыңыз. Мұны күнделікті жеп жүрген порцияңызды ұлғайту арқылы іске асыруға болады. Яғни түскі ас пен кешкі аста 60-100 калорияға көбірек тамақтаныңыз. Сегізінші кеңес: салмақ қосу үшін әр тамақ жегенде пайдалы майлардан тұратын қосымша азық-түлік өнімдерін тұтыныңыз. Өйткені оларда ақуыз бен көмірсуларға қарағанда калория тығыздығы жоғары болып келеді. Бір порцияға ботқаға грек жаңғағын сеуіп жеңіз. Бутербродқа авокадоның 1/4-ін салыңыз және спагеттиді 2 шай қасық зәйтүн майымен араластырып жеңіз. Тоғызыншы кеңес: күні бойы 2-3 рет тіске басар жеуге тырысыңыз. Мысалы, бадам дәні, жер жаңғақ немесе кептірілген жемістер жарайды. Кішкентай қораптарда сатылатын бұл өнімдерді өзіңізбен алып жүру де өте ыңғайлы. Ал ұйықтар алдында өзіңізге ірімшік қосылған бутербродты дайындап сүтпен ішіп жеп алыңыз. Бұл қосымша 250-300 калория береді. 10-шы кеңес: егер сіз толып емес бұлшық ет массасын өсіргіңіз келсе, жаттығулар жайлы ұмытпаңыз. Қазіргі кезде бұлшық ет өсіруге түрлі жаттығулар бар. Тек уақытыңыз бен құлшынысыңызды және ақшаңыз болса болғаны. Спорт залдағы жаттығу денеңізді тартымды етеді, ал майлы тағамдардың әсерінен керісінше келбетіңіз көркінен айырылуы мүмкін. Және де есіңізде болсын, тез арада салмақ қосамын деп қантты көп, майлы тағамдарға негізделген диетада үнемі отыруға болмайды. Әйтпесе жүрек ауру пайда болып, 2-ші типтегі қант диабетіне ұшырауыңыз мүмкін. Сондықтан барынша құнарлы табиғи өнімдерді пайдалануға тырысыңыз. Құрметті достар, егер де сіздерге видеом пайдалы болса, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Және де қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.